Ассаламу алейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Баршаңыз білесіздер, өзіміздің арамызда кейбір бауырларымыз 5 уақыт намазға келіп жатады. Сол уақытта біреулер сыртынан әңгіме айтып, бұл кеше ғана ішіп жүрген жігіт еді ғой, кеше ғана шегіп жүрген жігіт еді ғой. Бұл қалайша 5 уақыт намазға келген ғой? Сонда бір молда болып кетті ма деген әңгіме керек емес, өсекке құмар болып жатамыз. Сондықтан да сіздерге айтарым, ол адамның сыртынан әңгіме айтудан бұрын, ол адамның ішкі жүрегінде не болып жатқанын сіздер білу керексіздер. Білмесеңіздер, мен сіздерге түсіндіріп берейін. Адам өмірге келген кезде оның жүрегі нәресте сияқты тап-таза болып келеді. Алайда өсе келе ол боғау сөз айтып қояды, біреуге жынданады, ем жетеді, жаңағы спирттік ішімді дәмін көреді, әртүрлі керек емес жағымсыз нәрселердің дәмін көріп, біреудің сыртынан жамандап, ұрлыққа барып, адамның жүрегі жай қарая бастайды. Міне, мынандай түске. Сондықтан да бұл намазға келудің себебі де адамның жүрегіне бір жылу береді. Намаз адамның жүрегін тазалайды. Оны енді өз басымыз, намаз оқыған адамдар бәрі біледі оны өзі адамның. Сондықтан да мынау біреуге мысалы садақа бересің, жақсылық істейсің, біреудің жолдан өткізерсің. Сол кезде адамның жүрегінде бір нұр пайда болып, адамның жүрегінде бір жеңілдік пайда болады. Мысалы, біздің қазіргі қарайған жүрегіміз болса, мысалы сіз ойлаңыз, бір апамызға, бір аталарымызға бір садақа бердіңіз. Жағдай жоқ, семьяға көмектесесіз, және сіздің жүрегіңізге жай бір ем пайда болады. Сол сияқты біреуге бір кеңес бересің, біреуді бір қиын жерден алып шығасың, көмектесесің. Сол сияқты адам жүрегінде осындай бір, міне, кішкене болсын адам жүрегі бір рахаттанады. Өздеріңіз білесіздер ғой, біреуге көмектессең, өзіңе бір приятно болып қалады. Бір жақсы нәрсе істегенде үйге қуанып, или біреу апамызды машинамен тегін апарып бір жерге апарып тастасаң, соған мәз болып жүресің. Сол сияқты мына намаз деген ол одан үлкен нәрсе да. Адамның жүрегіне одан намаздан үлкен ем болмайды, құрметті бауырлар. Сол сияқты мына намаз деп мынаны алатын болсақ, мына біздің жүрегімізді алатын болсақ, мына намаз көріңізші, күніне сіз 5 рет. Мына намаздың емі жүрекке күніге 5 реттің ем болады. Мына сіз күніге мысалы 5 уақыт намаз бастадыңыз, адам жүрегіне үстіп, мына қуаныш ете бастайды. Адамның жүрегіне ем пайда бола бастайды. Нені шөтуді қоясың, біреудің сыртынан ғайбаттауды қоясың, біреу туралы арам ойлауды қоясың. Жалпы дүниені ойлауды, қалай бала шағаң кім асырайды, ертеңгі күнім не болады, бекер бүйтіп істептің, бекер былай істедің деген әңгімелерден арылып, біреудің дүниесіне қызықпайсыз, тек қана өзіңіздің ішкі дүниеңізбен бақытты болып жүрсіз. Намаздың осындай бір керемет несі бар, оны намаз оқыған адамдар бәрі біледі. Сөйтіп, осындай бір күнделікті 5 уақыт намаз оқушы адамның жүрегі күнделікті ем қабылдап, жаңағы алдыңғы түстен өзгеріп, адамның жүрегі жайлап тазалай береді, құрметті ағайындар. Сондықтан да мен сіздерге айтып отқаным, міне, адамның жүрегі мысалы күніге 5 уақыт намаз бастаған адамның жүрегінде осындай өзгерістер пайда болып, адамның жүрегі тазара бастайды. Сондықтан да құрметті ағайын бауырлар, біреудің сыртынан ғайбаттап әңгіме айтқанша өзіміздің жүрегімізді тазалайық.